Баршаңызға сәлем. Бүгін біз дәл осындай өте дәмді, әдемі көрінетін, дастарханыңыздың көркін ашатын мини-донер жасайтын боламыз. Ол үшін бізге тортилья қажет болады. Егер де сізде тортилья болмаса, лавашты пайдалансаңыздар да болады. Осылай кесенің көмегімен домалақ етіп кесіп алатын боламыз. Бізге бір қияр қажет болады. Қиярымызды алып, осылай үлкен соломка етіп кесіп алатын боламыз. Қызанағымызды алып, осылай екіге бөлеміз де, оны да ұзын-ұзын бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Және бізге салат жапырағы қажет болады. Және бізге осындай маринадталған, жақсылап екі жағы да қызарып піскен тауық еті қажет болады. Оны да алып, ұзын-ұзын етіп кесіп аламыз. Ал енді донерімізді жинайтын боламыз. Ол үшін осылай арасына майонез жағып аламыз да, салат жапырағын орналастырып, қиярымызды, қызанағымызды және тауық етін осылай орналастырып, бір-біріне осылай жабыстыратын боламыз. Бір-біріне жабыстыру үшін осылай арнайы шпажканы қолданатын боламыз. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.